Бұрын ерте заманда хайуанаттар жылбасы болуға таласыпты. Жылбасы кім болады бірге таңдайық. Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын. Күшімді болса көрет, сүтімді болса шет. Қылыма дейін арқан, жіп есет. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жылбасымен боламын дейді. Сонда түйе айтады: сен адамның жұмысын қылсаң да, сұлымен шөп жейтін тамағың үшін құл болдың. Ал мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Ат болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кездесе соны қорек етемін. Су табылса ішемін, табылмаса шөлде жүре беремін. Жылбасы болуға мен лайықпын дейді. Сонда сиыр айтады: адам егін ексе, менімен егеді. Сүтімді ішеді, құрт, май жасайды. Жылбасы болу маған лайық дейді. Сонда қой айтады: мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді. Жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан, жібеседі. Сүтіммен құрт, май алады. Шаруаға менен пайдалы мал жоқ дейді. Сонда ит айтады: мен болмасам, сендердің малыңды не ұры алып кетер еді, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен бәріңнің бақташыларыңмын. Дұшпан көрінсе, үреп, хабар беремін дейді. Сонда әтеш айтады: мен болмасам, адам ерте жұмысына бармай, ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп шақырамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрып қалады да, бір қулық ойлап, жиналған көпке былай дейді: бұл таластан ештеңе шықпас. Жылды кім бұрын көрсе, сол жылбасы болсын. Басқа хайуандар жылды күтіп тұрған кезде, түйе бойына сеніп: менен бұрын кім көреді? Деп тышқанның сөзіне келіседі. Біраздан соң тышқан жорғалап барып, түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мініп отырады. Хайуандар: біз көреміз деп тұрған кезде, ең биікте отырған тышқан жылды бәрінен бұрын көріп қояды. Сөйтіп тышқан жылды бірінші болып көріп, хабар беріп, жылбасы атаныпты. Ал түйе бойына сеніп құр қалыпты.